Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ма? Құрметті әріптестер, құрметті қатысушылар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы мектеп білім беру жүйесінде авторлық бағдарламаларды енгізу тәжірибесі, қиындықтар мен шешімдер. Уақыттарыңызды бөліп қатысып отырғандарыңызға рахмет. Вебинарымыздың мақсаты мектеп тәжірибесінде авторлық бағдарламаларды тиімді енгізу жолдарын талқылау, кездесетін негізгі қиындықтарды анықтап, нақты шешу тәсілдерін ұсыну. Бұл жерде оқу әдістемелік кешендердің мақсаты көркем еңбек сабақтарында шығармашылық заттарды жасау арқылы оқушылардың бойындағы шығармашылық қабілеттерін, қиял, ойлау әрекеттерін дамыту, еңбек сүйгіштілерін, даярлығын қалыптастыру. Оқу әдістемелік кешенінің нысаны көркем еңбек сабақтарында шығармашылық заттарды жасау үрдісі. Оқу әдістемелік кешенінің болжамы жұмыстың ғылыми болжамы. Егер де жалпы білім беретін мектептерде еңбек сабағында оқушылардың қолөнер, шығармашылық іс-әрекеттер өз деңгейінде жетіліп, мәні ашылып, құрылымы анықталса, онда қарастырылып отырған шығармашылық іс-әрекетке даярлық тиімді жетілер еді. Енді оқу әдістемелік кешенін зерттеу міндеттері. Бірінші, психологиялық ағартушылық және теориялық талдау жүргізу. Екінші, көркем еңбек сабағында сыныпта жасөспірім тұлғаның шығармашылық қабілеттерін дамыту үрдісін қадағалау. Үшінші, шығармашылық қабілеттер сыныптардың талдау және көркем еңбек сабағында тиімді үйрету әдіс тәсілдерін талдау. Төртіншісі, орта жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың шығармашылық жұмыстарын, іс-әрекеттерін мәнін ашу. Бесінші, оқушыларды шығармашылық әрекетке даярлығын жетілдіру, педагогикалық, психологиялық тұрғыдан негіздеу. Енді бұл жерде шығармашылық іс-әрекет бүкіл болмыстың, қазір мен ашып алайын слайдты. Шығармашылық іс-әрекет арқылы шығармашылық қабілеттерін қалыптастырамыз, әрі қарай дамиды. Шығармашылық ізденістер, тапсырмалар арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттыру, оқушылардың алған білімдерін, дағдыларын келешектегі өмірлерінде қолдана алуларына көздерін жеткізу, оқушылардың істейтін жұмысын, мақсатын айқын түсінуі, жұмыста өз еркімен қолданумен орындалуы, мұғалімнің нақты тапсырмалар беру жұмыстарын орындалудың және аяқталудың уақытын, жеке тұлғаның қалыптастыруды, өздігінен дамуға жағдай жасау. Сондықтан оның өздігінен танымдық, шығармашылық іс-әрекет белсенді болады. Шығармашыл адам жанашыл, ізденімпаз болады. Өмір қызық мақсаттарын жүзеге асыру барысында өз жолын өзі ашып, кедергілерді жеңе алады. Үздіксіз алға жылжып отырады. Енді қорытындылай келсек, көркем еңбек пәні бойынша креативтік, коммуникативті ұйымдастыру, қызметтік үлгідегі шығармашылық сабақтарды ғылыми негізінде ұйымдастырып отыру қажет. Көркем еңбек сабақтарын шығармашылық сипаты оқушының дербес белсенділігін оятып, ғылыми негізінде танымдық ізденістердің дамуына, жеке тұлғасының дамуына әсер етеді. Мектеп оқушыларға тек қана білім бермей, сонымен қатар оқушы бойындағы барлық қасиеттерді дамытқан дұрыс. Себебі алған білімді дұрыс қолдана білу оқушылардың бойындағы қасиеттер мен
дамытылған қабілетті тығыз байланысты болады. Шығармашылық бұл адамның өмір шындығында өзін өзі тануға ұмтылуын, ізденуін, өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түю өздігінен кішкене үзіліп қалды. Келесі сөз кезегін әріптесім биология пән мұғалімі Ибрагимова Айгүл Құдайбергенқызына берем. Саламатсыздар ма? Мынанша басып өтті слайдты. Ben kuzeyden olsa. Енді зерттеу мақсаты биология сабақтарында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану жолдарын айқындау. Оқу үрдісінде оқушылардың білімін объективті бағалау, оқу мотивациясын арттыру және пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған әдістемелік ұсыныстар мен оқу әдістемелік кешен әзірлеу. Бұл жерде көрініп тұр ма? Жоқ, записано. Енді болжамы бізде егер биология сабақтарында критериалды бағалау жүйесі оқу мақсаттарымен өзара байланыста деңгейлік тапсырмалар, дескрипторлар және нақты бағалау критерийлері арқылы жүйелі түрде қолданылса, онда оқушылардың оқу жетістіктері де дәл және объективті бағаланады. Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығы артады. Биологиялық ұғымдарды терең түсіну қамтамасыз етіледі. Оқу үдерісінің ашықтығы мен кері байланыс сапасы жақсарады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығы мен зерттеушілік дағдылары қалыптасады. Демек, критериалды бағалау жүйесі биологияны оқытудың тиімділігін арттырады деген болжам жасалады. Зерттеу міндеттері биология пәнін оқытудағы критериалды бағалау жүйесінің теориялық негіздерін талдау. Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру мазмұнында қалыптастырушы және жиынтық бағалау талаптарын зерделеу. Биология сабақтарының оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлері мен дескрипторлар жүйесін әзірлеу. 7-ші және 11-ші сыныптардың тақырыптарына бағытталған үлгі критерийлері мен көрсеткіштерді қарастыру. Одан соң бізде тағы да зерттеудің міндеттері, одан соң кешенді толықтырған зерттеу әдістері. Педагогикалық бақылау жасау, сауалнама интервью алу, тестілеу, эксперимент, статистикалық талдау, контент талдау. Одан соң сабақтарға қатысу және талдау. Оқушылар жұмыстарының портфолиосын талдау. Енді бізде қорытынды. Оқу әдістемелік жұмыс бойынша қорытынды. Биология сабақтарында критериалды бағалау жүйесін қолдану атты оқушылардың әдістемелік кешен биология пәнін оқытуда бағалау сапасын арттыру. Критериалды бағалауды жүйелі қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, биологиялық ұғымдарды терең меңгеруіне,
зертханалық және зерттеушілік дағдыларын дамытуда ықпал етеді. Оқу әдістемелік кешен мұғалімдерге тиімді әдістемелік қолдау көрсетіп, биологияны оқытудың нәтижелігін күшейтетін практикалық құрал болып табылады. Енді осымен әріптестер, бүгінгі біздің конференциямыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамын. Сау болыңыздар. Бір дауыссыз өтеді. Айка кеше Альмираның парақшасына Сұрақтарыңыз бар?